сәлем достар. Біз бүгін фисташковый рулет дайындайтын боламыз. Фисташковый рулетке бізге тек 3-ақ ингредиент керек болады. Ол жұмыртқаның ақуызы, қант ұнтағы және фисташковый ұн. Біз жұмыртқаның ағы мен қант ұнтағын осылай етіп әдемілеп араластырып аламыз. Ол бізде осылай әппақ болып шығу керек. Одан кейін фисташковый муканы салып, міндетті түрде лопаткамен араластырамыз. Арасында біркелкі болып, комочки қалмауы керек. Тестімізді дайындап болғаннан кейін осылай пергамент қағазын алып, осыған әдемілеп саламыз. 4 бұрышты етіп, барлық жан-жағы бірдей болуы қажет. 160 градуста ысып тұрған пешімізге 25 минутқа салып аламыз. Біздің коржығымыз дайын болды. Осының бетіне таза пергамент қағазын алып, осылай етіп кері төңкеріп, пергамент қағазын әдемілеп жайлап аламыз. Біз коржықты бөліп алмауымыз керек. Енді осыған дайын болған кремімізді салып, осылай жан-жағына біркелкі етіп реттейміз. Рулетіміздің салмасына біз смородина вареньесін пайдаланамыз. Енді рулетімізді әдемілеп осылай ораймыз. Рулетімізді орап болғаннан кейін бетіне әдемілеп крем жағамыз. Міне біздің тек қана 3 ингредиенттен жасалатын фисташковый рулетіміз дайын.